13 сантиметрлік табан тоқуды бастаймыз. Менде Alize Lana Gold күрчек номер 2,5. Күрчекқа жіпті іліп, бір петля шығарып аламыз. Енді 22 петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22. Енді 2 петля көтереміз де, үшінші тұрған петлядан столбик с накидом тоқимыз. Тағы да жіпті іліп, күрчекқа дәл осы петлядан тағы да столбик без накида тоқимыз. Енді ары қарата 20 столбик с накидом тоқитын боламыз. Күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан, яғни столбик с накидом аламыз. Дәл солай өзіміз 20 столбик с накидом тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Яғни осы жерге дейін 20 столбик с накидом тоқитын боламыз. Мінекей мен 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді соңғы қалған петлядан 5 столбик с накидом аламыз. Күрчекқа жіпті іліп, осы қалған бір петлядан, яғни көбейтеміз. 5 рет аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тоқу барысында осы жіпті де арасына тоқып жібереміз. Енді қайтадан 20 столбик с накидом тоқимыз. Яғни қарама қарсы бағыт. Екі, үш, төрт, бес, алты, 7. Яғни ары-арада өзіміз 20 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей мен 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді қалған соңғы тұрған петлядан көбейтеміз. Яғни 2 столбик с накидом аламыз. Яғни бір петлядан. Енді жұмысымызды біріктіреміз. 1, 2. Екінші тұрған петлядан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей. Бұл бірінші қатар. Енді екінші қатар тоқимыз. Екінші қатардан бір петля көтеріп, мынау тұрған 2 петлядан, яғни әрқайсысын көбейтетін боламыз. Яғни без накида 1,
дәл осы тұрған петлядан екіншісін аламыз. Енді келесі тұрған петлядан тағы да 2 столбик без накида аламыз. Мінекей, столбик без накида, яғни 9 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді жартылай столбик без накида тоқимыз. Яғни күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан, яғни күрчекті 3 жіптен 1 петля шығарамыз. Тағы да күрчекқа жіпті ілемізде, келесі тұрған петлядан 1 столбик, яғни шығарамыз. Күрчекқа жіпті іліп, 9 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді көбейтеміз, яғни прибавка. Әр біз алдыңғы қатарда 1 петлядан 5 алдық қой. Сол әр петлядан, яғни 2-2-ден столбик с накидом тоқитын боламыз. Күрчекқа жіпті іліп, бірінші тұрған петлядан, яғни 2 рет сол петлядан 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Бірінші, яғни көбейткеніміз. Дәл сол жерден тағы аламыз. Екінші көбейткеніміз. Келесі тұрған петлядан біреу, дәл сол жерден 2. Бұл үшінші көбейткеніміз. Бұл төртінші. Бесінші. 5 столбик с накидом тоқыдық, яғни көбейттік. Енді осылай қарама-қарсы бағытта тағы да столбик с накидом, яғни 9 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді жартылай баған тоқимыз. Яғни күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан жіпті аламыз да, күрчекті 3 жіп, одан біреу шығарамыз. Яғни бұл жартылай баған болып есептелінеді. 2. Енді қайтадан 9 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді көбейтеміз. Яғни
бір петлядан 2 рет столбик без накид аламыз. Бірінші көбейткенім. Енді екінші көбейтуім. Енді жұмысымызды аяқтаймыз. Бұл бізде екінші қатар аяқталды. Үшінші қатардан 2 петля көтердік. Енді 4 рет көбейтеміз, яғни прибавка жасаймыз. Күрчоққа жіпті іліп, мінекей мына тұрған, бірінші тұрған петлядан 2 столбик с накидом аламыз. 1, дәл осы жерден 2, келесі петлядан 1, дәл осы жерден 2. Тағы да бұл үшінші көбейтуіміз. 1, дәл осы жерден 2. Бұл үшінші көбейтуіміз бітті. Енді төртінші. 1, 2. Міне 4 рет көбейттік. 1, 2, 3, 4. Енді күрчоққа жіпті іліп, 20 столбикасы накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Яғни 20 столбик с накидым тоқиық өзіміз. Мінекей 20 столбик с накидым тоқыдым. Енді алдыңғы қатарда біз әр петлядан 2-2-ден көбейттік. Сол 2 көбейткеннен тағы да әр қайсынан 2-2-ден столбик с накидым тоқитын боламыз. 1, дәл осы жерден 2. Бірінші көбейту. 1, 2. Екінші көбейту. 1, 2. Үшінші көбейту. 1, 2. Төртінші көбейту. 1, 2. Бесінші көбейту. 1, 2. Алтыншы көбейту. 1, 2. Жетінші көбейту. 1, 2. Сегізінші көбейту. Яғни санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни 8 рет көбейттік. Енді қайтадан қарама-қарсы бағытта 20 столбиксы накидым өзіміз тоқып шығайық. Яғни 1, 2, осылай өзіміз 20 столбикс накидым тоқиық. Мінекей 20 столбикс накидым тоқыдым. Енді көбейтеміз. 1, 2. Бірінші көбейту. 1, 2. Екінші көбейту. 1, дәл осы жерден 2. Үшінші көбейту. 1, 2. Бұл төртінші көбейту. Енді 1, 2. Екінші петлядан жұмысымызды аяқтаймыз.
Енді бір петля көбейтеміз. Бұл бізде төртінші қатар. Төртінші қатар, яғни аяқтау сәті. Бір петля көтердік. Енді 7 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик без накида тоқыдық. Енді көбейтеміз. 1, дәл осы жерден 2. Енді тағыда 24 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24. Енді тағыда бір прибавка, яғни көбейтеміз. 1, дәл осы жерден тағы бір аламыз. 2. Енді 10 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Мінекей 10 столбик без накида тоқимыз. Тоқыдық. Енді тағыда қарама-қарсы бағытта бір прибавка жасаймыз. Яғни бір петлядан 2 столбик без накида тоқыдық. Енді қарама-қарсы бағытта тағыда былай қарата 24 столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Басында 7 столбик без накида, бір прибавка, яғни көбейттік. 24 столбик без накида, бір прибавка, мінекей көбейттік. Қайтадан 10 столбик без накида тоқыдық, бір прибавка, яғни қарама-қарсы бағытта. Енді қайтадан 24 столбик без накида тоқып, сол жерде кездесетін боламыз, яғни өзіміз тоқып шығайық. Мінекей 24 столбик без накида тоқыдым. Енді прибавка, яғни қарама-қарсы бағытта мінекей прибавка жасадық. 1, 2, бір петлядан 2 столбик без накида шығардық. Енді 7 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Төртінші қатарымызды аяқтаймыз. Мінекей. Сонымен біздің 13 сантиметрлі табанымыз дайын болды. Енді 14 сантиметрлік табан тоқуға кірісеміз. 14 сантиметрлік табан тоқуды бастаймыз. Күрчоққа жіпті іліп, осылай бір петля шығарып аламыз. 22 петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22. 2 петля көтереміз. Күрчоққа жіпті іліп, 3-ші петлядан столбик с накидом тоқимыз. Мінекей көбейттік. Енді әрі қарата 20 столбик с накидом өзіміз тоқиық. Мінекей 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді менде бір петля қалды. Осы бір петлядан 5 столбик с накидом тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5. Және де
тоқу барысында осы жіпті арасына тоқып жібереміз. Енді кері қарай бағытта, қарама қарсы бағытта 20 столбик с накидом тоқимыз. Яғни өзіміз 20 столбик с накидом тоқып шығайық. Неке 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді менде бір петля қалды. Осы бір петлядан көбейтемін. Яғни осы бір петлядан 2 столбик с накидом тоқыдым. Енді бірінші қатарымызды аяқтаймыз. Бірінші не 1 2 екінші петлядан жұмысымызды аяқтаймыз. Енді бір петля көтереміз. Енді көбейтеміз. Осы тұрған бірінші петлядан 2 столбик без накида тоқимыз. Келесіден тағы да 1 2, яғни көбейттік. Енді 9 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді жартылай баған тоқимыз. 1 2. Қайтадан күрчоққа жіпті іліп, столбик с накидом 9 тоқимыз. 9 рет. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді күрчоққа жіпті іліп, алдыңғы қатарда біз бір петлядан 5 шығардық. Енді сол 5-дің әр қайсынан 2 столбик с накидом тоқимыз. Көбейтеміз. Бірінші көбейту, екінші, үшінші көбейту, төртінші, бесінші, енді қарама қарсы бағытта тағы да 9 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 7 8 9. Енді жартылай баған тоқимыз. Күрчоққа жіпті іліп, бір жартылай баған, екі жартылай баған. Енді 9 столбик без накида тоқимыз. 2 3 8 9. Енді көбейтеміз. 1 2. Тағы көбейтеміз келесі петлядан. 1 2. Екінші қатарымызды аяқтаймыз. Енді үшінші қатарды тоқимыз. 2
петля көтереміз. Крючокқа жіпті ілеміз. Бұл бізде 3-ші қатар. 4 рет прибавка жасаймыз, яғни көбейтеміз. Осы петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Бірінші көбейту. Осы жерге тағы екіншісі. Екінші көбейту. Үшінші және де соңғы 4-ші көбейту. Енді 20 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, мінекей 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді алдыңғы қатарда 2 петлядан, 2 столбик с накидадан көбейттік. Енді соның әрқайсынан тағы да 2 реттен аламыз. Мінекей. Бірінші көбейту, екінші көбейту. Дәл осылай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 10 рет әр петлядан 2 реттен столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей мен әр петлядан 2 столбик с накидадан тоқып шықтым. Енді қайтадан қарама-қарсы бағытта 20 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3. Яғни осылай өзіміз 20 столбик с накидом тоқып шығайық. Мінекей мен 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді көбейтеміз. Яғни қарама-қарсы бағытта көбейтетін боламыз. Крючокқа жіпті іліп, 1, дәл осы жерден 2, келесі 1, дәл осы жерден екінші, бұл екінші көбейту. Келесі дәл осы жерден тағы біреу. Бұл үшінші көбейту. Міне 4-ші көбейтуді аяқтадық. Бұл 3-ші қатар. 3-ші қатарымызды аяқтаймыз. 1-ші, 2-ші, 2-ші тұрған көтерген, яғни 2 петля көтерген 2-шісінен жұмысымызды аяқтаймыз. 4-ші қатар, яғни аяқтау, жұмысымызды аяқтау қатары. 2 петля көтереміз. Крючокқа жіпті іліп, осындай қазір комбинация жасаймыз. Яғни бір петля, бір столбик с накидом тоқимыз. Міне, енді бір петлядан 2 тоқимыз. Мінекей. Енді тағы да бір петля тоқимыз, бір столбик с накидом тоқимыз. Енді 2 тоқимыз. Бір петлядан, яғни 2. Енді 3-ші комбинация. Біреу, енді 2. Келесі петлядан, яғни 2 тоқып атырмыз міне. Санаймыз. Бұл бізде бағанағы көтергеніміз мінекей. Бір столбик с накидом тоқыдық, келесінен 2 тоқыдық. Бір петлядан. Тағы біреу тоқыдық, 2. Біреу, 2. Яғни 3 рет тоқыдық. 3 комбинация 1, 2, 3. Енді 4-шісін тоқимыз. Келесі петлядан біреу, одан кейінгі петлядан 2. Яғни бір петлядан
екеу алдық. Мінекей. Енді 20 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, яғни осылай өзіміз 20 столбик с накидом тоқып шығайық. Мінекей 20 столбик с накидом тоқыдық. Енді тағы да комбинация жасаймыз. 1 столбик с накидом тоқимыз. Келесі петлядан екеу тоқимыз. Бірінші комбинация бұл. Енді екінші комбинация тоқимыз. Келесіден 1 столбик с накидом тоқыдық. Келесі петлядан екеу аламыз. Бұл екінші. Тағы 1 петля тоқимыз. 1 столбик с накидом, келесінен екеу тоқимыз. Екеу. Енді біреу, келесі петлядан екеу. Яғни ортасына дейін солай тоқимыз. Тағы біреу, екеу. Енді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. 5 комбинация тоқыдық. Енді осыған қарама-қарсы бағытта тоқимыз. Соңғысы екеумен аяқталды ғой. Тағы да қарама-қарсы бағытта, яғни екеу тоқимыз. Бірінші. Одан кейін біреу тоқимыз. Бір комбинация. Екеу тоқимыз. Біреу тоқимыз. Екінші комбинация. Екеу тоқимыз. Біреу тоқимыз. Үшінші. Екеу тоқимыз. Біреу тоқимыз. Төртінші. Екеу тоқимыз. Біреу тоқимыз. Яғни бұл 5-ші. Енді ары қарата 20 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Мінекей 20 столбик с накидом тоқыдым. Енді комбинация жасаймыз. Қарама-қарсы бағытта. Яғни қарама-қарсы бағытта біз 2 столбик с накидом тоқыдық қой. Енді қарама-қарсы бағытта 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни осы тоққан жерімізден тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. Сосын қасындағысына біреу. Яғни бір комбинация мінекей. Енді тағы да екеу. Бір петлядан екеу аламыз. Сосын біреу аламыз. Екінші комбинация. Екеу аламыз келесі петлядан. Бір, осы жерден 2. Келесі петлядан біреу. Үшінші комбинация. Екеу аламыз. Тағы соңғысы біреу аламыз. Төртінші.
Енді 1 2 екінші көтерген петлямыздан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей, осылай. Бұл бізде 14 сантиметрлік подошва дайын болды. 15 сантиметрлі подошва тоқуды бастаймыз. 24 петля көтереміз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 петля көтеріп, үшінші тұрған петлядан 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни осы бір петлядан 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. Енді әрі қарата 22 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен 22 столбик с накидом тоқыдым. Енді қалған соңғы бір петлядан 5 столбик с накидом тоқимын. Bir, 2, 3, 4, 5. Енді қарама қарсы бағытта 22 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен 22 столбик с накидом тоқыдым. Енді қалған соңғы петлядан прибавка жасаймын, яғни көбейтемін. 1 2. Бірінші қатарымызды аяқтаймыз. Енді екінші қатар. 1 петля көтереміз. 2 көбейтеміз 2 рет, яғни прибавка жасаймыз. 1 дәл осы жерден екінші прибавкамыз жасаймыз. Келесі 1 келесі петлядан, яғни осы петлядан тағы біреу. Мінекей көбейттік. Ары қарата 10 столбик без накида тоқимыз. Мінекей мен 10 столбик без накида тоқыдым. Енді жартылай бағын тоқимын. 1 күрчоққа жіптеліп, келесі петлядан 2 күрчоққа жіпті іліп, 10 столбик без накида тоқимын. 1 2 3 8 9 10. Енді өткен қатар, алдыңғы қатарда біз 5 прибавка, яғни бір петлядан 5 столбик с накидом тоқыдық. Енді соның әрқайсысынан 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Бірінші прибавка, яғни бірінші көбейтуіміз, екінші көбейтуіміз,
осы жерден тағы біреу аламыз. Мінекей осылай әр петлядан 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни екеуін тоқыдық, тағы үшеуін тоқитын боламыз. 5 рет 2 реттен көбейттім, яғни мінекей 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет көбейттім. Енді әр қарата қарама қарсы бағытта 10 столбик с накидом тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 2 жартылай баған тоқимыз. 1, 2. Енді тағы да 10 столбик без накида тоқып шығамыз. 2, 10 столбик без накида тоқыдым. Енді қалған 2 петлядан көбейтемін. 1, дәл осы жерге 2. Келесі петлядан 1, дәл осы жерге 2. Енді жұмысымызды аяқтаймыз. Екінші қатарымызды аяқтаймыз. 2 петля көтереміз де күрчоққа жіпті іліп, осы бірінші петлядан көбейтеміз. 1, осы жерден 2. Келесі петлядан 1, 2. Екінші көбейтуіміз, үшінші көбейтуіміз 1, 2. Енді төртінші көбейтуіміз. 1, 2. Енді әрі қарата 22 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Неке 22 столбик с накидом тоқып шықтым. Енді көбейтеміз. Алдыңға қатардағы әр петлядан 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, дәл осы жерден 2. 1, дәл осы жерден 2. Яғни осылай әр петлядан 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. 10 рет 2-2-ден көбейтіп шықтым. Мінекей, әр алдыңға қатардағы әр петлядан 2 реттен көбейттім. Сонда 10 рет. Міне санасаңыздар, 10 рет 2 реттен көбейтіп шықтым. Енді тағы да 22 столбик с накидом тағы да тоқып шығамыз. Яғни қарама қарсы бағытта. 22 столбик с накидом тоқылды. Енді прибавка, яғни көбейтеміз. Крючокқа жіпті іліп, 1 столбик с накидом, дәл осы жерден екіншісін аламыз. 1 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка, 4 прибавка. Мінекей, енді
өткен алдыңғы қатардағы осы тоқылған, яғни 2 петля көтергеннің екінші петлясынан жұмысымызды аяқтаймыз. Үшінші қатарымызды аяқтаймыз. Енді 4-ші қатар. 2 петля көтереміз. Крючокқа жіпті іліп, 14 сантиметрлі пинетка табан тоқығандай, бұлда сол сияқты тоқылады, яғни комбинация жасаймыз. 4 рет комбинация жасалынады. Крючокқа жіпті ілдік. Бірінші тұрған петлядан бір столбик с накидом тоқимыз. Келесі тұрған петлядан екеу аламыз. Екеу алдық. Бұл бір комбинация. Келесі. Яғни біз өткен 14 сантиметрлік табан тоқыған кезде де осылай комбинация жасалынған еді. Оны қайта-қайта айтып отырмақ қояйын. Осылай өзіміз комбинация жасап шығамыз. Менде 1 және де 2 комбинация жасадым. Сіздерде дәл солай 2 комбинация тағы да 2 жасайсыздар. Сонымен барлығы 4 комбинация жасаймыз. Одан кейін 20 столбик с накидом тоқып шығамыз. Осы жерге дейін, яғни 20 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Алдымен комбинация жасауды ұмытпаңыздар. Мінекей мен 22 столбик с накидом тоқыдым. Алдында 20 деп қателесіп кетіппін, кешірім сұраймын. Яғни 22 столбик с накидом тоқимыз. Енді комбинация жасаймыз. 5 рет комбинация жасаймыз. Крючокқа жіпті ілеміз. 1 столбик с накидом аламыз. Келесінен екеу аламыз. Бір комбинация. Біреу аламыз. Келесінен екеу аламыз. Екі комбинация. Дәл осылай 5 комбинация, яғни ортасына дейін 5 комбинация дәл осылай тоқып шығайық. Міне 5 комбинация тоқылды. Енді осыған қарама-қарсы бағытта, яғни қарама-қарсы бағытта осыны қайталаймыз. Яғни бірінші 1 столбик с накида емес, 2 реттен тоқимыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Келесі тұрған петлядан екеу аламыз. Яғни қарама-қайшы бағытта. Мінекей екеу алдық. Енді біреу аламыз. Бұл бір комбинация болды. Енді екінші комбинация. Тағы да екеу аламыз. Екеу алдық. Келесінен біреу аламыз. Бұл екінші комбинация. Екеу аламыз тағы да. Екеу алдық. Енді біреу аламыз. Бұл үшінші комбинация. Енді тағы да екеу аламыз. Сосын біреу аламыз. Бұл төртінші комбинация. Екеу аламыз. Сосын біреу аламыз. Бұл бір комбинация. Мінекей 5 комбинация тоқыдық. Енді қайтадан қарама-қарсы бағытта 22 столбик с накидом өзіміз тоқып шығайық. Мінекей 22 столбик с накидом тоқылды. Енді қарама-қарсы бағытта қайтадан 4 комбинация жасаймыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Келесі тұрған петлядан 2 столбик с накидом тоқимыз. Біреу тоқыдым. Келесі тұрған петлядан
біреу тоқыдым. Яғни алдыңғы петлядан екеу, келесінен біреу. Бұл бір комбинация. Келесі тұрған петлядан екеу аламыз. Келесіден біреу аламыз. Бұл бір комбинация болды. Екінші комбинация тоқылды. Келесінен екеу аламыз. Келесінен біреу аламыз. Бұл үшінші. Енді тағы да екеу. Сосын біреу. Мінекей. Бұл төртінші комбинация. Енді жұмысымызды аяқтаймыз. Яғни аяқтау сәтін сіздерге көрсетейін. Қос табаны тоқылады ғой. Егер сіздер пинетканың табаны қатты болсын десеңіз, қос табан тоқисыз. Қазір оның тоқылу жолын көрсетемін. Егер қос табан тоқымаймын, дәл осымен пинетканың үстіңгі бөлігін тоқып кете беремін десеңіздер, онда ол осымен қалдырасыздар. Ал қазір мен сіздерге аяқтау сәтін көрсетейін. Яғни жібімізді қиып аламыз да күрчектен шығарып аламыз. Осылай. Енді жұмысымызды кері айналдырып, бізде бірінші тұрған петлядан осы қиған жібімізді шығарып аламыз. Сосын бізде мына тоқылған бар ғой, мынау бірінші тұрған аяқтағанымыз. Соның мына жағында мінекей аяғы дейін ба, қалай айтсам болады екен. Осы жерден, яғни күрчегімізді тығып аламыз. Мінекей осы аяқтан жібімізді шығарып аламыз. Мінекей. Сол кезде қазір қос табанды тоқылу жолын көрсетем. Сол кезде осы, яғни білінбейді біздің жұмысымыздың біріктірген жерін. Ал енді қос табанды қалай тоқу керектігін көрсетемін. Мінекей менде 14 сантиметрлік табан. Яғни табаны қатты болу үшін қос табанмен тоқсаңыздар болады. Екеуін бір-бірінің, яғни теріс бетімен беттестіреміз. Осылай беттестіреміз. Алдымен бір петля жасап аламыз. Осылай. Енді бізде мынау беткі жағы, мынаның да беткі жағы, яғни теріс бетін беттестірдік. Ортасындағы мына тоқылған осы жерден, яғни тоқып шығамыз бірінші. Келесінің де дәл сол орта тұсынан. Мінекей. Осылай. Күрчектен ілдіреміз де шығарып аламыз. Мінекей. Енді келесі тұрған, яғни бізде мына көрініп тұр ғой. Әр бағанымыз көрініп тұр. Осының тұсынан, яғни күрчекті тығамызда келесі бағаның тұсына сәйкес келу керек. Яғни келесі бағаның тұсына, мінекей. Келесі бағаның тұсына осылай сәйкес келу керек. Міне күрчекқа жіпті ілеміз де осылай тартып аламыз. Енді алдыңғы күрчектағы жіптен шығарамыз. Яғни біріктіру петлясы. Осылай жасап аламыз.
келесі тағы да осы бағанның тұсынан бірінші табанға өткізіп аламыз күрчегімізді. Осылай. Сосын келесі табанға өткізіп аламыз. Мінекей. Қайтадан күрчоққа жіпті ілдіреміз. Жібімізді шығарып алып, күрчоқтағы ілініп тұрған жіптен шығарамыз. Осылай, яғни біріктіру петлясын жасаймыз. Тағы да келесі тұрған петляның жәнінен былай бірінші бір табанға өткізіп аламыз. Одан кейін екінші табанға өткіземіз. Осылай күрчоққа жіпті ілеміз. Жібімізді жаймен шығарып аламыз. Келесіне өткіземіз. Тағы да міне өзі дәл түсті. Осылай біріктіру петлясын жасаймыз. Міне біз ұзына бойы бастаған кезде міне осы жерге дейін, яғни осы тұсқа дейін біріктіру петлясын дәл осылай жасап шығайық. Мінекей мен тоқып шықтым ортасын. Біз табанның, қос табанның айналасын тоқуға кірісейік. Бір петля жасап аламыз. Мінекей. Енді кез келген жерінен, яғни тоқып кетсек болады. Мінекей үстіңгі жағынан және де астыңғы жағынан. Мінекей. Үстіңгі табанның бір петлясына, келесі табанның бір петлясына кіргіздім. Жібімізді осылай бір петля жасап алып, шығарамыз. Енді келесі тұрған петлядан, астыңғы тұрған сол петлядан жаңағыдай, яғни біріктіру петлясын жасаймыз. Қатты тартпаймыз. Біз себебі пинетка, яғни кроссовка болсын, бәрін үстін тоқимыз ғой. Босоножки болсын. Сол үшін бос жібімізді бос аламыз. Мінекей. Келесінің де осылай, яғни жібімізді бос аламыз. Осылай. Мен сіздерге бағана мінекей, сіздерге бағана айтып өткенімдей, біз мына жақтан біріктіру петлясын жасап, жұмысымызды аяқтаған болатынбыз. Міне, осы сол үшін де керек. Міне, жаңағы петляларымыз, яғни біркелкі болу үшін, міне мынаяқта міне жұмысымызды аяқтағанбыз. Ал бірақ біздің петлямыз сол күйінше орында тұр. Яғни петлялар көрініп тұр. Сол үшін біріктіру сәтін жаңағыдай қылып аяқтасаңыздар болады. Сол кезде әдемі болып түседі. Петлялар біркелкі болып. Осылай жібімізді бос аламыз. Мінекей.
сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Осылай өзіміз біріктіру петлясын жасау арқылы жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей мен айналдыра біріктіру петлясын жасау арқылы жұмысымды аяқтадым. Осымен бізде 13, 14, 15 сантиметрлік және де қос табан тоқылу жолдарын сіздерге үйреттім. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийге немесе WhatsApp-қа, Instagram-ға жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Жансая. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі әдемі мастер-класстарда кездескенше сау болыңыздар.